Сәлем достар, бүгін тағы да сіздермен осылай бетпе-бет видео жазуды жөн санадым. Жалпы бүгінгі тақырып ешқандай тыйын жайында немесе ешқандай әзіл тақырыбында емес. Соңғы күндері қоғамда, бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен шу тудырған жаңалық, ол Қазақстан Республикасының футболдан ұлттық құрамасының капитаны, Ордабасы клубының ойыншысы Асхат Тағыбергеннің жалақысы жайында. Шымкент қаласының әкімі халықпен болған жүздесуде Ордабасы футбол клубының ойыншысы Асхат Тағыберген 20 миллион теңге жалақы алады деп айдаспаннан бірақ шығарды десек болатын шығар. Жалпы біздің халық үшін дәл қазір өкінішке орай біреудің көп ақша табатынын айту, біреудің немесе қаншалықты жалақы алатынын айту бұл өте негативті көзқарас тудыратыны белгілі, бірақ та бір нәрсені ұққанымыз жөн. Асхат ешқайсымыздың қалтамыздан немесе ешқайсымыздың тауып атқан ақшамыздан жырып, немесе ешқайсымыз өзіміздің тапқан ақшамыздан жырып Асхатқа беріп жатқан жоқпыз. Әркім бұл өмірде өзінің еңбегіне лайық, өзінің еңбегінің жемісін көретіні белгілі. Сондай-ақ мен өзімде ұзақ уақыт бала күнімнен футболмен айналысқанмын, дәл солай жаттығу жасағанмын, дәл солай футболшы болуды армандағанмын. Алайда футболшы болу, кәсіби футболшы болу ол көп адамның қолынан келе бермейді. Себебі оған тек қана физикалық емес, өте үлкен психологиялық, өте моральдық деңгейдегі дайындық керек. Сондықтан біз футболшыларымыздың еңбегін мейлінше бағалауға тырысуымыз керек. Әрине 20 миллион теңге деген аз ақша емес, бірақ та жоғарыда айта кеткенімдей, әркім өзінің еңбегіне лайық жалақы алады. Асхат Тағыберген біреудің бопсалап немесе біреуден қалтасынан тартып алған емес. Ол кез келген, мысалы европалық футболды да әлем футболын алып қарайтын болсақ, кез келген футболшының өзінің контрактісі болады, келісім шарты болады, соған лайықты өзінің алып жатқан жалақысы. Ал Асхат осы жалақыға лайық ба деген сөзге келетін болсақ, әрине Ордабасы футбол клубының тарихында тұңғыш рет чемпион болуына үлкен үлес қосты. Одан бөлек осыдан тура 3 жыл бұрын дәл осы ораза айында барша қазақты қуантып, осындай жаңағы Дания қақпасына кереметтей гол соғып, үлкен жеңіс сыйлап, тарихта қалатын жеңіс сыйлағаны да әлі ұмыта қойған жоқпыз. Сондықтан біз өзгенің жаңағы қалтасын қарап немесе өзгенің ақшасын санамай, бар болғаны жаңағы әркім өзінің жеке басына, әркім өзінің жаңағы жеке тұлғалық өміріне жауап беру керек деп ойлаймын. Және де Асхатты жеке өмірде де кездестіргенмін. Асхат ешқашанда сондай бір менменсіген жандардың қатарына жатпайды. Мүмкін біз білмейтін, мысалға Асхаттың өзі жәрдем беретін, сол 20 миллион теңге алғандағы соның белгілі бөлігін жаңағы мұқтаж жандарға жәрдем беруге жұмсайтын да бар шығар, мысалы біз оны біле алмаймыз. Сондықтан да өзгені сөгуден, өзгені қаралаудан аулақ болайық. Жалпы айтайын дегенім бүгін осы.